14-ші аудио мәтін. Судың қасиеті. Америкалық үндістер Майя күнтізбесі туралы еңбектер жазған ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Әділ Ахметовпен кәдімгі су төңірегінде әңгімелестік. Тілші. Көне Египет папирусында жазылған асыл сөздің бірі «Мен ағын суды бөгемеймін» деген жазу екен. Мұндағы «Мен суды бөгемеймін» деген табиғатты тонамаймын, жер ананы жарақаттамаймын деген сөз. Осы ойды нақтылай түссеңіз. Әділ Ахметов. Су өмірдің жаны, тіршілікті тудырған орта. Бір кезде жансыз жер ғаламшарына жан бітіргенде, тау мен қырды гүлге орағанда су. Жер бетінің 70%-ын су алып жатыр. Осы пропорция адамда да бар. Менделеев кестесіндегі ең қасиетті элемент су. Судың тауды бұзып, тасты жаратындай күші бар. Оның күшіне табиғаттағы қатты заттардың ең мықтысы гранит те шыдамайды. Бір күнде, бір айда болмаса да, үздіксіз әсер етсе, су бірнеше жылда қатты тау жыныстарының кез келгенін үгітіп жібереді. Тілші. Судың үгіткіштік қасиеті туралы бір әфсана есіме түсіп отыр. Ертеде зұлымдық әдісіне осы су тамшысын пайдаланған екен. Айыпты адамның істеген істерін өз аузынан есту үшін, оның шашын тап-тақыр етіп ұстарамен қырып алып тастайды да, басына үзбей суық су тамшысын тамшылатып отырған. Мұндай азаптаудан адамдар қатты қиналып, есінен адасып қалған деседі. Әділ Ахметов. Адамның басына тамған су тамшысынан есінен адасып қалуы судың ішкі дүниесіне, жадына байланысты. Жады деп отырғанымыз, су ақпаратты қабылдай алады. Оның құлағы, көзі бар. Өзін жазалау құралы ретінде пайдаланғанын ұғып, негативті күшке ие болған. Суға тілек айту арқылы жапон ғалымдары тәжірибе жасапты. Оларда бір көлден жағымсыз иіс шығатын болған. Сол көлдің айналасындағы бүкіл тұрғындар бір мезгілде келіп, Құдайдан тілек тілеген. Тілектері қабыл болып, көлдің иісі кеткен. Мұндай тәжірибе қазақтарда да бар ғой. Қуаңшылық жылдары ауыл адамдары жиналып, тасаттық береді. Көптің тілегінен кейін жаңбыр жауады.